Рахмет, Гүлнар Истебековна. Мен ұсынысымен екеуін бір жолата қосып жерейін ендеше. Менің сұрағым сосын бар ғой, Ерлан Кенжеғалиевич. Мен сұрағымен жеке өз басының сұрағы деп қабылдамаңыздар. Өткен жол Алматыда болдық. Бүкіл интеллигенцияның, зиялы қауымның, осы білімнің маңындағы, осы ғылымның маңында жүрген шығармашылық қауымның сауал талабы деп біліңіздер. Енді мен кейбір сұраққа жауап алғам, бірақ мынау тілде буын жоқ қой өзі. Мына уәжге, қисынға, сөзге тоқтамаған адам ол жауап бере береді. Өз сөзге тоқтау дейтін қазақта сөз бар. Сондықтан мынандай нәрсе. Бұл әліппенің мәселесі. Сауат ашу деген ликбез деген сөз деп айттық. Ликвидация безграмотности деген сөз, орысшасы. Әліппе букварь. Букварды нөлөвеға бердік, сауат ашу қала бер дейді. Бұрынғыдай қала берсе, оның неменесі қайшылығы бар. Мына 16-17 жылы осындай сауат ашу пәні атауына сәйкес оқулықтың аты осылай сауат ашу өзгертілді. Неге өзгертілді? Бұл сауат ашу деген емес. Әліппе деген сөз символикалық, бейнелі атау. Ол ментальді атау. Ол сенің қаныңа сіңісті болған атау. Ол Ахмет Байтұрсыновтардан келе жатқан атау. Әліппе дегенде әліп таяқ деп білмейтін қазақтың бүкіл ұлттық болмысына сіңісті атауды бұған байланысты сізден жауап күтейін деп отырған жоқ. Сіздің не айтатыныңыз белгілі. Бірақ сөз талап мынау. Бұны өзгертесіз. Бүкіл интеллигенцияның талапы, зиялы қауым талапы, сауат ашу дейтін сөздің аты мен оның атауын құртыңызда әліппені бізге қайтарып беріңіз. Екінші, мына қазақ айтады, отауын сөйлемей бір деген айып етпеңіздер. Дәлірек айтса, Абай айтады, лап бергіш, қайта ойланғыш, көт айналғыш дейді. Лап беріп, бұқты барақты бірден бастап кеп жерестерді, аяғында келетті қоғамнан жаңағы қарсылық болып атады. Мінекей жолдауды үлкен кісі президент елбасымыз жақсылап тұрып айтады. Ақылмен келіңіздер. Ендеше ақылға келіп, осының бәрін жаңағы жақсылап қараңыздар, мұқият қараңыздар, елмен есептеңіздер, қоғаммен есептесіңіздер деп. Әуелі істеп алу керек, сосын барып ойлану керек. Істеп алады, сосын барып ойланады біздің министрлік. Негізінде ойланып алу керек, жақсылап сосын істеу керек. Бұған байланысты мынау жаңағы оқулыққа байланысты, параграфқа байланысты металдың анықтамасы, мысалы үшін 11-ші параграфта жүрсе, жалпы металдың қасында басқа жаңағы қоспалары 8-ші параграфта жүр. Оның анықтамасы кейін беріліп жатыр. Осыны мен сізден сұрағым. Осыны әдейі істей ме, әлде ақымақ болсын істеген адамда? Әдейі істей ме екен, әлде шынында да деңгейі жетпей ме? Сосын осы нәрсеге байланысты оқулықты қазір алсам, ақтарып қалсам, қазір масқарамыз шығады. Осы мәселе кім жауап береді, Ереке? Министр жауап бере ме? Я болмаса баспа жауап бере ме? Әлде Сағынтаев жауап бере ме? Я болмаса депутаттар жауап бере ме? Нақты кім жауап береді? Қазір мен жерде мен сорақы қазір оқулық тап келемін да, мен жерде сорақы нәрселерді бірінен соң бір қойдай тоғытам. Жауап беретін нақты кім бар? Мына бәлісте көп жатқан адамның медик болатын сияқты, көп сөз тосқан адам өзі юрист болатын сияқты, оқулықпен көп айналысқан адам өзінен өзі мына мұғалімдікке қарай бет алады екен. Мына балаларды оқытамын деп қарап отырсаңыз, балалар мына оқулыққа қарап отырып зәрезап болады. Зәрезап деген отвращение алады. Өйткені өте ауыр. Ана оқулықта адам оқу мүмкін емес. Ешқандай жаңағы Гүлнара Мұстақимовна өте дұрыс айтты, садақлат айтты. Бұл баланың жасы ешқандай ескерілмеген. 2-ші кластың баласына 7-ші кластың баласының деңгейіндегі нәрсені жазып беру, бұл рухани диверсия, ұрпақты қолмен өлтіру. Екінші, тағы айтатын нәрсе, білім бағдарламасы, ұлттық бірыңғай тест, оқулық, үшеуі бір қолдан шықпайды, үшеуі үш қолдан шыққан соң, бір-біріне мен не деймін, қобыз не дейді деген сияқты бірізділік болмайды. Последовательность, сабақтастық жоқ. Сондықтан да біз осындай үлкен жаңағы ұрпағымызды бар ғой, мүгедек қылып жатырмыз. Сосын мына жерге жираф қоясыз, шошқа қоясыз, вампир қоясыз. Жирафтың орнына қой, шошқаның орнына жылқы, вампирдің орнына мыстан кемпір қойсаңыз, неңіз кетеді мысалы үшін? Өзі жаратылыстың қасына ана бір қызды, европеоид қызбен монғолоид ұлды қойып қойыпсыздар, сыртындағы суретінде көк көз қызбен қара көз баланы. Анау қара көз бала ақымақ, көк көз қыз ақылды. Бұл әр жағында енді бар ғой, сыбырлағанды Құдай естімей ме? Бұл не нәрсе? Ереке, бұған жауап беріңіз. Егер қазір жауап бере алмасаңыз, негізі баспасөз бетінде мен сізді жекпе-жекке шақырам, және сіздің жеңіп кетуіңіз үшін жүректен тілектеспін. Шықсай жеңіп кетсеңіз екен. Өкінішке орай жеңіліп қаласыз ау деймін. Өйткені ешқандай уәж жоқ. Қан жақтан келсеңіз, қазір оқулықты алдыңызға қойып қояйық. Өйткені халықтың алдына, ертең сайлаушыларымыз алдына біз жауап беру керек. Елдің алдына сіздер бармайсыздар. Мына депутаттар біздің әріптестерімізді қылқындырып жатыр. Немене болса да бір депутат жасап жатқандай көреді. Жауап беріңізші осы оқулықтың мәселесіне. Бұның қалай несін жөндейміз, бұның жүйесі қалай болады? Кім жауап береді оқулықтың қателігіне? Министр ма, я болмаса ТО ма?
Ең біріншіден, о бәрі түсінікті. Мына сауат ашу атын, мына әліппе егізілгенде. Жоқ, ол өзгереді. Ана тілі болады. Ол дұрыс. Мен сауат ашу оны. Ана тілі ол уже шешілген мәселені айтып отырсыз. Ол біріншіден. Екіншіден, оқулықтар 300-ден астам бізде оқулықтар бар. Әр оқулық дайындағанда 100-ден астам адам оған қатысады. Енді сол оқулық дайын болғанда, енді оны сайтқа көрсетіп, елге оны көрсетеміз. Ол сайтта 6 ай тұр. Сонда қарамайсыңдар ма? Депутатсыз ғой. Онды қарағанда енді ел өзі қарап, мынау дұрыс емес. Енді қарамайды ма? Енді ол бәрін болып, сол сұрақтарды көтеріп отырсыңдар. Талқылауға көшкен кезде сізге сөз берейік. Мұнда бір сұраққа жауап беріңізші. Кім жауапты? 100 адам қатысы бар дедіңіз. Ал жауап бересіңіз. 300-ге астам оқулықтарды біз қазіргі уақытта дайындап отырмыз. Жыл сайын өзгерістер енгізіледі. Кім жауапты деген сұраққа ғана жауап беріңізші. Жоқ, енді оқулықта бір қателік болса, оны өзгерту болады ғой. Оған ақша керек емес қой. Ну, хорошо. Министрлік жауап береді. Жақсы. Вот айттым ғой. 300-ден астам жыл сайын оқулықтарды дайындап отырмыз. 5000-нан астам мұғалім қатысып отыр. Әр оқулық дайындағанда 6 ай сайтта тұр. Оны барып қарап, мынау дұрыс емес, мынау өзгерту керек, мынау менің ұсынысым сол. Әр адам оның құқығы бар. Енді оған барып қарамайсыңдар ма? Дұрыстап. Енді мұғалімдер шығып жатыр. Мұғалімдер шығып, сізге ұнамасы, мысалы, басқа мұғалімдер оны қарап шықты ғой бәрін. Қателіктерді өзгертті. Енді қателік қалса әр оқулықта, мен барып, қазір бар елге барып, әр оқулықтарда қателікті табам. Керек